Тоқтаңыз, стресске түспеңіз, уайымдамаңыз. Жақында приемда болған жағдай, консультация кезінде науқас жылап отыр. Оның жылауының себебін сұрасам, анализ тапсырған, анализде пролактин жоғары болған. Гуглдан пролактиннің жоғарылау себебін оқыған, оның жоғарылауына алып келетін себептердің бірі ол баста ісіктің болуы. Осы ақпаратты оқығаннан кейін таңға дейін уайымдап, стресске түсіп, солай таңертең приемға келген. Негізі ол кісінің басқа анализдерін қарағанда басында ісік жоқ, қанша без қызмет төмендеген, яғни гипотиреоз кезінде де пролактин жоғарылайды. Анализ тапсырудан алдын дәрігерден консультация алу керек. Егер сізде пролактиннің жоғарылауының белгілері болса ғана тапсыру керексіз. Себебі пролактин стресс гормоны. Егер пролактинді тапсырудан алдын уайымдасаңыз, біреумен ұрсып қалсаңыз, жүгіріп, асығып келіп пролактинге анализ тапсырсаңыз, пролактин жоғары шығады. Әрине ол бос уайымға алып келеді. Сондықтан кез келген анализді тек қана көрсеткішпен және дәрігердің тағайындауымен тапсырыңыз.